Ойланыңыз, сіз үшін сөйлесу, байланыс орнату қаншалықты маңызды? Біз үшін адамдармен сөйлесу қалыпты жағдай. Оған аса мән беріп ойланбаймызды. Сөйлесу арқылы байланыс орнату болмағанда қалай болар еді? Мысалға жануарлар сияқты болсақ, бірақ олар да өзара байланыс жасай алатыны ешкімге құпия емес. Адамдар сияқты тіл арқылы ақпаратты өзара алмаса алмағандықтан, олар мүлдем басқа байланыс түрлерін қолданады. Мысалға дауыстан бөлек әртүрлі позалар, мимикалар, қимыл іс-әрекеттер. Ал солардың арасында тіпті адамға қолжетімді емес байланыс түрлері де бар. Мысалға ақпаратты құйрық және құлақ арқылы жеткізу. Бірақ бұл ерекше байланыстың жалғыз түрі емес. Сондықтан осы видеода мен сіздерді жануарлар арасында өте ерекше ақпарат алмасу жолдарымен таныстырамын. Айтқандай, ассалаумағалейкум. Бұл әдеттегідей Шакамура арнасы. Егер арнаға жазылып лүпіл басқан болсаңыздар, бастайық. Құстардың байланысы. Құстарда сөйлесу үшін бірнеше тәсілді қолданады. Олар жақсы естиді және ән арқылы ақпарат алмасады. Бірақ ән жетпеген жағдайда ол жұптасу маусымында биді де қолдануы мүмкін. Мысалға, жұмақ құсының еркегі дыбыс арқылы ұрғашы құсты шақырып, өзінің керемет қанаттарын көрсетіп билей бастайды. Басқа құстар басымен төмен салбырап, қауырсындарымен мақтануы мүмкін. Құстардың өнерлері өте көп. Ал кей құс түрлері дыбыс арқылы басқа жануарлар түрлерінен, тіпті адамнан көмек сұрай алады. Мысалға, мынау африкандық балқұс сияқты. Мәселе балқұстың араның ұясын жегенді жақсы көретінінде. Бірақ аралардан өздігінен тартып ала алмайды. Көп жағдайда ол бал борсықты көмекке шақырады. Соңында бал борсық та, балқұс та өз қалағандарын алады. Бұл құс адамдарды да қолданады. Адамды көрген құс айқай салып, көңілдерін өзіне аударады. Кейіннен бұтадан бұтаға секіріп, ара ұясына алып келеді. Оның бар үміті адамдар балды алып, ұясын тастап кете ма дегенде. Алайда жергілікті тұрғындар бұл құспен абайлап байланыс жасайды. Себебі кейде ол құс қорқынышты жыртқышқа алып келуі мүмкін. Адамдар бұл құс әдейі осылай жасайды дейді. Себебі кейіннен өлген адамның денесіне оралып, сол жердегі құрттармен азықтанады. Маймылдардың сөйлесуі. Табиғатта маймылдар көптеген сөйлесу тәсілдерін қолданады. Сөйлесу тілдері маймылдың түрлеріне байланысты. Көптеп қолданылатын байланыс түріне тактильді сигналдар жатады, яғни денесіне тию арқылы. Мысалға, махаббаттарын білдіру үшін маймылдар қандастарының түктерін тазалайды. Бұл іс-әрекет груминг деп аталады. Ал кейбір маймылдар жақындығын білдіріп, бір-бірін құшақтап, тіпті шөлпілдетіп сүйеді. Ал горилланың кеудесін ұруы жақын арада жау бар екенін білдіреді. Оған қоса жыртқышты қорқыту үшін де қолданылады. Кейбір маймылдар ондаған дыбыс түрлерін байланыс үшін қолданады. Ол дыбыстар ойнауды, ескертуді, мақсатын түсіндіруді, көңіл күйін сипаттауды білдіреді. Одан да қызығы, қимыл және мимика арқылы орнатылатын байланыс. Өздерінің қалауларын іс-әрекет арқылы ымдап көрсету адамдардікіне ұқсас. Ғалымдар олардың кейбіреуін адамның ымдап сөйлеуіне үйреткен. Көптеген адамдар Коко горилласы жайлы естігенде шығар. Ол маймыл мыңға жуық адамның ымдап сөйлеу мәнерін үйренген. Соның арқасында ол адамдармен байланыс құрып, өз ойларымен бөлісе алған. Ол әзілдер айтып, қапалығын, не қуанғанын білдірген. Өткен шақ пен болашақты ажырата алған. Іш пысу мен көзге елестетуді білген. Ымдаудан басқа ол 2000 ағылшынша сөзді түсінген. Коко ымдап сөйлеуді меңгерген жалғыз маймыл емес. Басқа да тәжірибелер болған. Мысалға, Бонобо кейбір ымдау сөздерін өзінің баласына адам көмегінсіз үйреткен. Маймылдардың ойлау қабілеті 2-3 жасар баланың деңгейіне дейін жетеді. Дыбыс арқылы байланыс. Әртүрлі дыбыс арқылы байланысатындардың қатарына киттіктестер жатады. Мысалға, киттер, дельфиндер және тағы басқалар. Олар балыққа жатпайды, себебі суда тіршілік ететін сүтқоректілер. Киттіктестердің көруі нашар және иіс сезу қабілеті жоқтың қасы. Есесіне жақсы естиді. Мысалға, көк кит байланыс жасау үшін төмен жиіліктегі дыбысты қолданады, яғни инфрадыбысты. Бұл сигналды адам құлағы қабылдай алмайды. Сондықтан оны есту үшін ғалымдар дауысты бірнеше есе жылдамдатуға мәжбүрлі. Бұл дыбыстарды киттер көшіп қону барысында бір-бірінен алыс болған кезде қолданады. Олардың дыбыстары төмен жиілікте болғандықтан өте алыс қашықтыққа жете алады. Ғалымдар бұл дыбыстарды 1600 шақырым алыстықтан құрылғы арқылы ұстай алған. Ал дельфиндер болса киттерге қарағанда жоғарғы жиіліктегі дыбыстарды қолданады. Олар көптеген дыбыстар шығара алады. Әрбір дыбыс нақты жағдайларда қолданылады. Тіпті дельфиндердің өз есімдері де бар. Осы дыбыстар арқылы олар толыққанды сөйлесе алады деуге болады. Дельфиндерді зерттей келе ғалымдар жағдайым нашар, маған қарай жүз, көңіл күйім жоқ деген сияқты сөздерді ажырата алған. Олар бір-бірімен амандасып, қоштаса да алады.
Ультрадыбысты олар тек байланыс үшін ғана емес, қоршаған ортасын бақылау үшін де қолданады. Тіпті айналасындағы заттардың көлемін, түрін дыбыс арқылы көре алады. Сондықтан сол дыбыс арқылы бір-бірімен бейнелермен алмасады деген тұжырым да бар. Мысалға, алдында тұрған балықтың бейнесін алыста жүрген қандасына дыбыс арқылы көрсете алады. Бірақ бұл әлі дәлелденбеген ақпарат. Ара биі. Аралар азықтың қайда екенін көрсететін ақпаратты өте ерекше жолмен жеткізеді. Ол үшін ара биді қолданады. Шырынды көрген ара ұясына оралып толқын тектес қимылдар жасайды. Ол іс әрекетінің әрбір бөлігі маңызды ақпаратқа толы. Мысалға, толқын ұзындығы шырынның қаншалықты алыста орналасқанын көрсетеді. Ұзын болған сайын гүл соншалықты алыс. Орташа есеппен 1 секундтық осындай би 1 шақырымға тең. Олар тіпті өзінің биі арқылы гүлдің қай аумақта орналасқанын да меңзейді. Егер билеу барысында ара жоғары қимылдаса, күнге қарай ұшу керек деген сөз. Егер төмен қараса, онда күннен кері ұшу керек. Егер жанға қарай билесе, онда күннен нақты 1 градусқа майысып ұшу керектігін білдіреді. Араның көрсеткен ақпараттары нақты әрі дәл. Олар күнді компас ретінде пайдаланады. Ол үшін араларға келесі ерекшелік көмектеседі. Аралар ультракүлгін жарықты қабылдай алады. Сондықтан күн тіпті бұлт арасында жасырынған болса да, оның нақ қайда орналасқанын біліп ұшады. Дәлірек айтсақ, аралар күннің орын алмастыруын сезінеді. Бидің ерекшелігі осымен аяқталмайды. Мысалға, бидің жылдамдығы шырынның көлемін көрсетеді. Қаншалықты жылдам билесе, шырын соншалықты мол және ол үшін көп ара керек екендігін көрсетеді. Араны иіскеген басқа аралар қандай азық тапқанын біле алады. Тозаң әлде шырын. Соңында биді бақылап, олар азықтың қайда орналасқаны, мөлшері және түрі жайындағы толық ақпаратты алады. Иіс арқылы байланыс. Көптеген жәндіктер ақпаратты жеткізу үшін иісті пайдаланып үйренген. Сол тәсілді қолданатындардың бірі құмырсқа. Ақпаратты жеткізу үшін олар арнайы бездер арқылы феромонды иіс шығарады. Басқа қандастары сол иістерді өздерінің мұрттары арқылы сезеді. Мысалға, құмырсқа азық тауып, үйіне қайтып бара жатқан жолда басқаларға арнап иістен із қалдырады. Содан сол иісті сезген басқа құмырсқалар із арқылы жүрсе азық табатынын түсінеді. Ал осындай көптеген иісті іздердің арасында шатаспас үшін иіс өз күшін көп ұзамай жоғалтады. Әртүрлі жағдай үшін оларда нақты иіс түрлері бөлінеді. Бір иіс арқылы дабыл қақса, келесі иіс арқылы жиналыс ұйымдастырады. Тағы олар үнді тазалау қажет екенін де жеткізе алады. Немесе жұмыртқаларды қарау және патшайымды қорғау сияқты ақпарат береді. Егер олардың үнемі қолданатын жолдарында қауіп болса, ол жайлы да басқаларды ескертеді. Оған қоса иіс арқылы олар қандастары мен жат құмырсқаларды ажыратады. Соғыс кезегінде өте қажетті қабілет. Құмырсқадан бөлек иіс тілін аралар, асалар, тарақандар, көбелектер де қолданады. Азияда павлин көзді селена көбелегі мекен етеді. Олардың ерлері 11 шақырымнан ұрғашы көбелектің иісін сезіп, жолдан таймай ұшып келе алады. Осымен достар, біздің бүгінгі қызықты деректеріміз соңына жетті. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Ал сіздер қолдау ретінде арнаға лүпіл басып, жазылып, алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны іске қосып қойыңыздар. Келесі қызықты видеоларда жолыққанша, қош сау болыңыздар.